İlyas. Kaleb. Kaleb. Ne bo'ldi? Meni esib tursan ba, Kaleb? Men seni eskirtuvga keldim, İlyas. Keluvimning sebebi To'xta. Astin, hozir seni uyga olib boraman. kerak emas, İlyas. Juda kech. Men o'lajaqman. Izabel hamma payg'ambarlarni o'ldiruvga buyruq berdi. Endi hamma Balga tabunuvi kerak. Yo'q, Kaleb. Bunday bo'lishi mumkin emas. Hammasi tamam, İlyas. İsrail yo'q bo'ldi. Aldına baratug'un vaqt bo'ldi, xo'jayin. Uni kuttirib qo'yu kerak emas. O, Izabel. Егер sen bo'lmaganingda, өмірдің ләззетін қалай білген болар едім? Ahab, adamlar senin sözünde kütbekte. Baaldың пайғамбарлары, достарым, мырзалар. Изабел, менің патшалығымның маликасы. Израильдің құдайы өлді. Оның орнын Бал иелейді. Бүгін аспан құдайының атыменен бұл ибадатхананы мұқаддес орынға айландырамыз. Тек қана ол Израильдің жерлеріне жамғыр жіберіп, һәм гүллеп жаснату күшіне ие. Жасасын Бал, жасасын Изабел. Sen kimsin? Балға сыюнуды тоқтат, Ахаб. Болмаса Құдай біздердің жерімізді нәлетлейді. Sen пайғамбарлардың бірісің. Мен болсам сіздерді қырып таслаған деп ойлап едім. Зияны жоқ, бұл істі хәзір-ақ жұмақлап қоямыз. Ахаб, сөздеріме жақсылап құлақ сал. Израильдің Құдайы, тірі Құдай. Бұл жерлерге болса, мен İlyas. Құдайдан сорамағанымша, бір тамшыда жауын жаумайды. Onu öldür. Onu öldür. Onu öldür. Onu öldür. İlyas'ты табыңлар. İlyas,
Мен өлімнен қорқпаймын, Құдайым. Ильяс, шығыс тарапқа кет. Кармел тауының етегіне жасырынып ал. Оларға қарсы күресуіме рұқсат ет. Бүгін ақ оларға тыйым салуыма рұқсат бер. Бар, Ильяс. Сол жерде саған өзім қамқорлық қыламын. Ол бұл жерде жоқ. Басқа жерді іздейміз. Адамларым бүткіл шөлістанлықтың әмме жерін қарап шықты. Ол еш жерде жоқ. Демек, ол басқа мемлекетке жасырынған. Яқ, мырзам. Оны қабыл қылуға жүрәт еткен патшалыққа ұрыс жариялаймын. Мырзам, жақын жердегі әмме мемлекетлерде болдық. Әмме патшалықтар өзінің қолларын қойды. Олардың жұртында Ильястың жоқ екеніне әмме ант ішті. Мырзам, ол өлген. Ешкім шөлістанлықта ұзақ уақыт жасай алмайды. Оның үстіне көп уақыттан бері жауын жауған жоқ. Болды, тоқтат. Ильяс өлді. Ахаб патша. Мырзам, мен теректің түбіне 2 есе көп су қойдым. Қалғаны атларыңызды суғарып тойдыруға жетеді. Әммесін теректің түбіне құй. Бірақ, мырзам, Әммесін, сен мені естіп тұрсаң ба? Баал бұл Құдай. Жауын жауады. Сеннен миннетдармын, Құдайым. Сенің сүйіспеншілігің мені жұбатады. Мен және осы жерде қанша күтуім керек? Қайтып барып, баслаған іслерімді тамамлауыма рұқсат бер. Осы көріксіз киімдерді киюіміз шарт пе? Біздер бұл жерге балды қуанту үшін жиналғанбыз, ал киімлерден айып табу үшін емес. Есіңізде болсын. Балдың караматы сахнасын ойнауымызбенен біздер оған оның күшіне сенетұғынымызды көрсетеміз. Әмме орнына. Таярсызлар ма? Таярмыз. О, ұлы бал. Біздер білеміз, тек жалғыз сен ғана біздерге жауын жібере аласаң. Бұлтлардың бір жерге жиналуын бұйыр, һәм бұл өнімсіз жерге өмір беруші жауын жаудыр. Бұлтлардың топлануын бұйыр, һәм... Ей, нені естіп тұрман? Бұл өлім жазасы берілгенлер жауын үшін дуа етіп атырғанға ұқсайды. Топланыңлар енді, бұлтлар. Жерге жауын жаудырыңлар. Сен алдыға секіруін керек. Бірінші гүлдірмама гүрілдейді, кейін бұлтлар тарқалады, кейін шақмақ шағады. Енді болса бал. Сен бұл нәрсеге абайлы бол. Мен еш нәрсе қыла алмай атырман, бұл маған үлкен екен. Мейлі мен шақмақ болсам, ол қадден тыс. Қайтарып ки, біздер жұмақлаушы бөлімге жетіп қалдық. Мен кимеймін. Яқ, біздер елі суға шекем жеткеніміз жоқ. Мен бірінші, о бал, біздерге жауын жібер деп айтуым керек.
Изабел, еш нәрсе жәрдем бермей атыр. Біздердің ибадатымыз жетерлі емес. Пайғамбарлардың қаны аз төгілген. Бал құрбанлық сорап атыр. Ауа. Израилдің Құдайының ізінен жүретұғынларының әммесі оған құрбанлық болуы керек еді. Дұрыс айтасыз. Ильяс, орныңнан тұр да, бұл жерден кетуге таярлан. Мен қаяққа барайын, Құдайым? Ибадатханаға қайтайын ба? Қаяққа? Сарафат қаласына бар. Сарафатқа? Құдайым, мен осы жерде ұзақ қаламан ба? Ямаса сен айтқандай Сарафатта ма? Бірақ патша Ахап не? Адамлар не? Мен оларға жәрдем беруді қалеймін. Сарафат қаласына бар, Ильяс. Ол жерде жесір хаялға сені ауқатландыруды бұйырдым. Құдайым, мен өзім үшін қайғырып атырған жоқпан. Мен... Сен айтқандай болсын, Құдайым. Анажан, менің қарным аш. Білемен жаным. Және аз ғана шыда. Мен сізден бір кесе су сорасам болады ма? Менде су шыда аз. Бір бөлек нан да, егер іләжі болса. Менде нан жоқ. Ақырғы бір уыс ұнды таярлау үшін мен отын жинап атырман. Кейін болса, балам екеуміз өліп кетеміз. Ей хаял, алдын менің қарнымды тойдыр. Мен Израиль Құдайының атыменен саған уәде беремін. Ашлық тамам боламан дегенше, үйіңде азық таусылмайды. Рахмет. Рахмет саған. Рахмет. Және Бал нені қалеп атыр? Тән аламан, құрғақшылық не үшін дауам етіп атырғанын мен білмеймін. бұл Ильясты деп дауам етіп атыр. Не деп атырсаң? Аспанлар оның қарғысын естті деп ойлайсаң ба? Яқ, Ильяс тірі. Ильяс тірі болады екен. Бал жерге бір тамшыда жауын жаудырмайды. Оны сол күні ибадатханада өлтіру керек еді. Оны сол уақытта, сол жерде жоқ қылу керек еді. Бал гуа болады. Изабел, мен Ильясты табаман.
Мен оны табаман. İlyas, Не болды? Не болды? ол өлді. Менің балам өлді. Неге? Неге? Ол тәуір болып атыр еді ғой. Не үшін? Ием менің, Құдайым, неге сен бұл үйге қайғы жаудырдың? Сеннен өтінемін, Құдайым, бұл балаға қайтадан жан інәм ет. Менің ием, Құдайым, рахмет саған. Анажан, Бұл жерде сенің жұмысың таусылды, Ильяс. Ахаптың алдына барып, оған көрін. Сен біздерді жазалау үшін балды мәжбүр қылдың ба? Өздеріңізді өзлеріңіз бәлеге душар қылдыңыз. Бар, балдың һәмме пайғамбарларын жина, Кармел тауында ұшырасамыз. Көреміз, кімнің Құдайы құтқарар екен. Күреске шақырып атырсаң ба? Яқшы, оны қабыл қыламан. Құлақ сал, бал өзінің күшін көрсету үшін осы уақытты күткенге ұқсайды. Бұны тамамлағаннан соң, сенен құтыламан. Бүткіл Израиль халқының алдында сені өлтіремен. Біз құрбанлық бұғасын мына орынның үстіне қоямыз. Бірақ от жақпаймыз. Балдың пайғамбарлары сыйынып, балды шақырсын. Ал мен болсам сыйынып, өз Құдайымды шақыраман. Кімнің Құдайы от арқалы жауап берсе, сол тірі Құдай. Ей аспанлар Құдайы, ең ұлы һәм құдіретлі бал. Қара, біздер сен үшін өздерімізді бағышлап атырмыз. Жерге от жаудыр. Өзіңнің күшіңді көрсет. Қара, біздер сен үшін нелер қылып атырмыз. Әмме нәрсеге қадір бал. Біздерге от жібер. Еш нәрсе жоқ. Және бір мәрте. Біздерді есіт, ей бал. Және, қаттырақ, қаттырақ. Әлбетте бал, Құдай. Бәлкім ол сізлердің даусыңызды естпей атырған шығар. Бәлкім ол сізлердің басқа Құдайыңызбен сөйлесіп отырған шығар. Ямаса үйінде жоқ шығар. Бәлкім ауға шығып кеткен шығар. Ауа солай болу керек.
Сізлердің бақтыңызды ойлап ұзақ сапарға кетпеді деп үміт қыламан. Давам ете берің, бақыра берің. Ей, ұлы бал, біздерге өз отыңды жібер. Оларға сен Құдай екеніңді көрсет. Ей, сізлер, мыналарды алып таслаңлар һәм су алып келіңлер. Қанша тапсаңыз сонша. Құйыңлар. Және құйыңлар. Және. Қаншалар ақмақлық. Суды бекарға ысырап қылудың не керегі бар? Оны тоқтатыңлар. Оны тоқтатыңлар. Керек емес. Бәрібір ол еш нәрсе қыла алмайды. Онан кейін халықтың өзі оны майдалап таслайды. Ей Құдайым, Ибраимның, Исақтың, Яқыптың һәм Израилдің Құдайы. Бүгін сенің жалғыз Құдай екеніңді һәм басқа құдайлар жоқ екенін бұлардың һәммесі білсін. Әзір менің ием, Израилдің Құдайы, өзінің құдіретін көрсетеді. Не қылып атырсыздар? Көрмей тұрсыздар ма? Бұл адам шайтанның күшіне ие. Ол шайтанның малайы. Мен сіздерге балдың атынан бұйыраман. Оны өлтіріңлер. Оны өлтіріңлер. Жәрдем берің. Яқ. Енді мен өз уақытындағы даналық дегенді түсіндім. Рахмет саған, Құдайым. Сеннен миннетдарман. Бал бізге жауын жібергенін көріп тұрман. Сен оны асықпай өлтірдің бе? Балдың һәмме пайғамбарлары өлді. Ильяс өзінің Құдайының хақиқи Құдай екенін дәлелдегеннен соң, олардың һәммесін өлтіруге бұйырды. My faith is strong. It will stand though the storm is raging. No wind can bring it down.
faith is sure. Through life's trials it will never waver. I lean on the Lord, my Savior, who is with me forevermore. Faith can move a mountain, climb a mountain too. Anything the Lord wants, I'll do. My faith will stay every step of the path I'm guided. Dark days are warm and lighted, and my faith grows and shows the way.